Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздерге осылай сүт және жемістерден жасалатын десертті жасап көрсетемін. Қонақ келгенде де дастарханға жасап қойсаңыздар, бір ерекше әдемілік беріп тұратын десерт. Менің қолда бар жемістерім осы достар. Ал бісмиллах деп жұмысқа кірісейін. Менде мандарин, алма, бір түйір банан, киви және ананастың кішкене бөлігі бар. Сіздің қолыңызда қандай жемістер бар, соларды қолданып жасауыңызға болады бұл десертті. Жай ғана алма мен бананнан, болмаса да киви мен алмадан солай жасап қоюыңызға да болады. Жемістерді алдымен дөңгелек қылып әдемілеп турап аламыз, одан кейін осылай майда бөліктерге бөлеміз. Мінекей мандаринді осылай дөңгелек қылып турап жатырмын. Мандариннің ішінде осылай тазалап аламыз. Мандариннің жартысын, қалған бөліктерін осылай майдалап бөліп алдым. Бір кивиде осылай дөңгелек қылып алдым. Бананның жартысын да осылай дөңгелек қылып әдемілеп тураймын. Қалған жарты бананды и кивиді майдалап бөліктерге бөліп турап аламын. Ендеше табаққа осылай бір кесе сүтті салып, үстінен қаттыру үшін агар-агарды салатын боламын. Бұл менде 7 миллиграмдық агар-агар. Бұл сүт миллиграммен өлшегенде қыздар 200 миллиграм шығады. Менде осылай сгущенка бар екен, дәмдірек болсын деп осылай сгущенканы қолдандым. Сгущенка болмаса шекер қолдансаңыз да болады. Газдың астын қатты қоймаймыз, күйіп кетуі мүмкін. Орташа отта қойып, осылай былғап тұрып пісіріп аламыз. Алдын ала дайындап қойған жемістерімізді осылай кесемізге әдемілеп теріп шығамыз. Мен осылай кішкентай шай кеселерді қолдандым. Сіздер қаласаңыздар үлкендеу ыдыс қолдануларыңызға болады. Мінекей кесеге әдемілеп теріп шығып жатырмын. Араларына майдалап туранған жемістерді саламын. Сосын үстінен бағанағы қайнатып суытып қойған сүтті саламын. Тағы да жемістер саламын. Тағы да сүт саламын. Кесе толғанша солай жалғастырамыз. Мінекей барлығын осылай теріп шығамыз. Сосын үстіні пленкамен бастырып, морозильникте 40-45 минутта қатырып аламыз. Мінекей екінші кесемізде жалғастырып осылай жасап шығамын бәрін. Менде бір шай кесе сүттен осылай 2 шай кесе десерт шықты қыздар. Енді тәрізі барлық үйінде де болмауы мүмкін. Болмаған жағдайда осылай кесемен өлшеп істеулеріңізге болады. Агар-агардың орнына пищевой желатинді қолданып, солмен қатыруға да болады. Бәрін жасап бітті, менше холодильникте қатырып аламыз. Мінекей достар, десертті қатырып алдым, дайын. Десертім осылай әдемі болып шықты, көзге жағымды. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Десертті осылай алмалармен сәндеп қойдым. Ендеше дәміні көретін боламыз. Мінекей дәмін көріп жатырмын десерттің. Өте керемет, дайындап көріңіздер достар.
видео ұнаса қолдап лайк баса кетіңіздер. Сіздермен болған Альбина, сау болыңыздар.